Әулет құпиясы 8, 9, 10 бөлімін бірге монтаждаймын. Бүгінгі бөлімдерінде өте қызықты ақиқат ашылады. Видеоны соңына дейін көруді ұсынамын. Және тағы да қызықты ақпарат айта кетейін. Бізде Мелек деген Доғанның туған қарындасы деп жүрсек, ол Доғанның емес, Шағланың туған сіңлісі екен. Оны кино ортасында айтатын боламын. Дәл қазір Мелекті құшақтап жұбатып отқан бұл Шағланың әпкесі. Мелек Шағланың үйіне келді. Яғни Маки Мелектің туған анасы екені белгілі болды. Бірақ бұл әлі ешкім білмеді. Тағы да 25 жыл бұрын бұл Макидің жас кезін көрсетеді. Маки Синаннан жүкті болып қалады. Бірақ ол жүктілікті барлығынан жасырмай-ақ жасырын босанатын болады. Бірақ бала қайда екені белгісіз. Сол үшін де Маки үнсіз қайғырып жүрген. Ал мұнда Мелекті құшақтап есіне алып, өзінің бала болғанын есіне осылайша түсіреді. Ал мұнда Шағла Мелекті қорғау үшін бар жанын салып жүр. Шағланың досы Дидем сатып кеткен еді. Ол көпшіліктің алдында тілшілерді шақырып, Мелектің осында тығылып отқанын айтты. Осы кезде шудың арасында осы бір қағазға көзі түскен Шағла әрине Синанның көлігінен табылды. Синан Мелекті алып кету үшін тіпті төлқұжатты да салып алып келген екен. Осылайша барлығы журналистер шақырылып, полициялар шақырылып, тіпті Доған ағасы Мелек үшеуі де тұтқындалады. Мынадай у-шуға қорқып кеткен Мелектің әпкесі не істерін білмей, тіпті қатты әбішіп кетеді. Шағла әрең дегенде әпкесін көмектесіп, бәрі жақсы болды, ешқандай да ештеңе болған жоқ. Тек сен тыныштал, үйге кіре бер, мен қазір келемін. Барлығы дұрыс деп әпкесін жұбатып үйіне, яғни өздерінің үйіне есігінің сыртынан құлыптап кете салады. Солай бұл Доғанның көлігіне мініп, енді не болмақ деп тіпті не істерін білмей қалады. Өйткені бұл жерде Мелекті қашқын ретінде ұстап әкетті. Тіпті ағасы Бекрамды да осылайша жетектеп ала кетті. Осы кезде барлығы у-шу. Бұл Илмаздың көптеген жасырған сырлары бар екен. Ал мұнда Әулет, Алтын, яғни Синанның әйелі. Біз енді не істейміз? Доғанға неге берді билікті? Синан ешқандай қолында билігі болған жоқ деп түрмеде жатқан күйеуін әлде қорғап жатыр. Түрмеде отырған және қамауға алынған Синан барлық істі бұрмалап, менің ешқандай кінәм жоқ, мен ештеңе қылған жоқпын деген секілді. Бірақ бәрібір де Бекрамда маған ешқандай ұсыныс түскен жоқ, мен қызды ұрлаған жоқпын. Олар өздері ұрлап, өздері қойған. Менің түк қатысым жоқ деп ақталып жатыр. Бұл жерде Шағла Мелекті барлығына көндірген, сенің ешқандай кінәң жоқ, сені босатып жібереді деп. Алайда сот тергеуде ешқандай да қателік кешірілмеді. Яғни Синан мен Мелек түрмеге түсті. Қаншама жерден айыптаулар да алынып, Мелектің ешқандай қашқын емес екенін дәлелдесе де, сот бәрібір, прокуратура бәрібір қашқын ретінде ұсталып қамалғанын айтып, Доғанның жігерін езетті. Доған қарындасы Мелекті қатты жақсы көретін, сондықтан да өз-өзін әзер ұстап жүр. Ал мұнда ол Бекрамның адамдары күтіп тұр. Әсіресе осы жігіт Мелекті қатты ұнатып жақсы көріп қалды. Тіпті қасындағылар мазақтап жатыр. Сенің ғашығың енді түрмеге түсетін болды деп. Ал мұнда Доған не істерін білмей тұр. Қалай болса да Мелекті құтқарыңдар. Мелек ол менің жалғызым, мен онсыз өмір сүре алмаймын дейді. Осылай ағалы қарындасты барлығын жылатып, тіпті жүректі елжіретіп жіберетін өте әсерлі сериялар болды. Өз басым аға мен қарындастың арасындағы махаббатты түсінгендеймін. Мынау түрмедегі тісі сарғайып кеткен деп ескерткен Шағланың адамдары. Тісі сарғайған болса, ол қылмыс жасайтын деген сөз. Ал мұнда қасында көмекшісі Бекрамның әлі де қызды ойлап жатыр. Ұйқыңнан тұр, сезіміңді таста, енді жұмысқа кіріс деп Бекрам оған бұйрық беріп жатыр. Сондағы Бекрам, олар менің қара ертоғылдар, менің жауым, олар менің төбеме жеткен деп әзілде қоймай, тіпті Шағланың да миын жеп жатыр.
Сен оларға бауыр басып кеттің, әсіресе Доғанға ғашық боп қалдың. Сен мені құтқармайсың дейді. Ал мұнда Синан жылап отыр. Енді мен не істедім? Не қылдым? Мені құтқарыңдар бұл жерден. Бұлай болғанын қаламадым деп өзінің бауырына көмек сұрап жатыр. Тағы да Бекрамның ойына ол әдейі өз-өзінің адамдарына жарақаттап, менің жауым көп, мені Доғаннан құтқармасаң, осындай жағдайға душар боламын деп алдады. Ал мұнда Доған өзінің әрекеттерімен Бекрамның жанын шығару үшін келді. Аяғынан жарақат алған Бекрам аяғын тігіп жатқан кезде Доған оған қоңырау шалады. Әрине, бейне қоңырау. Содан кейін бейне қоңырау артында қандай нәрсе болып жатқанын көрсетіп, мына жерде кәдімгі атмосфера өзгеріп, тіпті Бекрам жүрек ұстамасы талып қалып, ашудан жарылып кете жаздайды. Өйткені Бекрамның ең қымбат деген қазыналары, яғни тасымалдауы, заңсыз тасымалдаған заттарын Доған бір-ақ сәтте өртеп жібереді. Көрдің бе, Бекрам, менің қалай күйретсең, менің қарындасыма қалай жала жапсаң, мені сен солай етемін. Тезірек прокуратураға барып, менің әкемді, яғни Тахирды өлтіргеніңді мойында, қастандық жасағаныңды мойында деп бұйрық берді. Бұл сөзімен Мелекті құтқару мақсатында Мелек әлі де түрмеде, ол өте ескі кірленген туалетте. Ол жерге кірген кезде артынан әлгі сумаң етіп бұны өлтірмек, яғни дәріге алаңдатпақ болған осы түрмедегі тісі сарайып кеткен әйел келеді. Мелек жоқ, керек емес деп айқайлап жатқан кезде оған көмекке тағы бір әйел келеді. Мені құтқар, мені Доғаннан сен ғана құтқарасың деп Шагланы тағы да Доғанға айдайды. Шагла не істерін білмей, екі оттың ортасында қалғандай от жанып жатқан жерге келеді. Ол Доғанға: сен не істеп жүрсің, білесің бе? Енді сенде екі есе жауларың болады. Бекрамның артында адамдар да сенің ізіңе түседі. Сен өте қауіпті болып бара жатсың. Осы бір мейірімділігімен қал, өзгермеші дейді. Оны тыңдап жатқан Доған жоқ. Мына жерде Мелектің 5 жас кезі. Осы кезде барлығы Мелекті есіне алып, ол кішкентай кезінде бұндай болған, сондай болған деген секілді, бірақ тіпті қанша келі болып туылғаны туралы анасы айта алмай қалады. Содан кейін уже Мелектің анасы, яғни Маки, Шагланың туған сіңлісі екені белгілі болды. Ал мұнда қандай жоспар бар? Біз Б жоспарына көшуіміз керек деген Бекрамның ойы. Өйткені барлық заттарынан айырылып қалды. Осылай отырған кезде Шагла телефон соқты. Ол Шагла осы бір бастығы, бұл да адвокат, осыдан кек алу керек болды. Өйткені бұл Шаглаға ауыр сөздер айтты. Мен сенің бастығыңмен, менің көңілімді тапсаң болған деген секілді. Бұның да бір жасырған үлкен құпиясы бар. Сол құпиясының кілті осы бір Бекрам біледі екен. Яғни ол құпиялар өткен өмірге байланысты болу керек. Ал деген әйелі Синанға келді. Синан болса балаша жылап, мені құтқар деп жатыр. Осы кезде Шагла досымен кездесіп Дидемге: сен неге осылай тұмсығыңды жағаласасың менімен бірге? Сен неге менің кешек жоспарымды құрттың дейді. Осылайша бір-біріне ренжіп қалған достар қайта татуласады. Ал мұнда Мелекті жылап сағынып, Мелектің үшін түрмеге түсіп, жеке ешкіммен жасырынып кездесіп жүрген ағасы екеуі бір-бірін көріп, құшақтасып, бір-біріне мықты болуға келісті. Түрмедегі жағдайы нашарлаған Синанда денсаулығына байланысты құтқарған ол Шагла еді. Осылайша Шагла көзге түседі. Жалғасы бар.